Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 28-ші сабақты орындайтын боламыз. Ең алдымен маған тіркеліп лайк басыңыздар балалар. Мен күнделікті сабақты шығарып отыратын боламын. Бізде тақырып мүмкіндіктер тармағы, иә? Бүгін біз мүмкіндіктер тармағын құратын боламыз. Бірінші тапсырмада біздер А нұсқасында ұлдар О деп белгіленген, қыздар Қ деп қысқаша белгіленіп тұр, кезектесіп отыратындай. Нұрай Н деп белгіленген, Марат М деп белгіленген, Торғын Т деп белгіленген және Серікті С деп орындыққа қалай отырғызуға болады дейді. Бергенді пайдаланып барлық мүмкіндік нұсқаларды жаз дейді. Мына жерде бізде кесте ұрып тұр. Біз осы кестелердің орындарын толтырып шығатын боламыз. Балалар, бізде бірінші тапсырмадағы кестені толтырып шығатын болса, бізде Нұрай, Марат, Торғын және Серік, қыз, ұл, бізде кезек-кезеңнен қыз, ұл болып белгіленген. Келесі Торғын, Серік, Нұрай, Марат, қыз, ұл. Келесі Марат, Торғын, Серік, Нұрай, ұл, қыз. Келесі кестеде бізде Серік, Торғын, Марат, Нұрай, ұл, қыз. Нұрай, Серік, Торғын, Марат, қыз, ұл. Торғын, Марат, Нұрай, Серік, қыз, ұл. Келесі кестеде Марат, Нұрай, Серік, Торғын, ұл, қыз. Келесі бізде Серік, Нұрай, Марат, Торғын, ұл, қыз. Келесі балалар, біз нұсқасын құраймыз. Суретке қараңдар дейді. Қыздар қатар отыратындай және ұлдар қатар отыратындай қыз, ұл немесе ұл, қыз. Мүмкіндіктер тармағын салып, оны толтыратын боламыз. Келесі балалар, бізде тапсырмасында біз мүмкіндіктер тармағына салдық. Демек, бұл жерде қыздар мен қыздар бірге отыру керек, ұлдар мен ұлдар бірге отыру керек деген. Демек, Нұрай, Торғын бірге, Марат, Серік бірге отырады. Келесі орындар ауысады қыздардың. Торғын мен Нұрай, Марат, Серік пен Марат. Келесі енді бізде ұлдар бірге отыру керек. Марат, Серік, Нұрай, Торғын. Келесі тек орындарға есімдер ғана ауысады. Ол жерде бізде Серік, Марат, Торғын және Нұрай болады екен. Екінші сызбада балалар бізде Марат, Серік, Торғын, Нұрайды айтылған. Осы сызба кестенің ішін толтырып шығамыз. Біз бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп белгіленген ішін толтырып сіздерге жазып қазір көрсетемін. Келесі балалар, бізде екінші сызбада орындары ауысып келуі мүмкін. Бізде Марат, Нұрай, Серік, Торғын болып келуі мүмкін. Марат, Нұрай, Торғын, Серік болып келуі мүмкін. Екінші бізде ұл баланың аты Серік, Торғын, Марат, Нұрай болуы мүмкін. Серік, Нұрай, Марат, Торғын болуы мүмкін. Келесі бізде Торғын қыз балдардан Торғын, Серік, Нұрай, Марат болуы мүмкін. Торғын, Серік, Марат, Нұрай болуы мүмкін. Келесі қыз балдардың бізде Нұрайдан Нұрай, Серік, Торғын, Марат болуы мүмкін. Нұрай, Серік, Марат, Торғын болуы мүмкін. Орындар ауысқан кезде, Екінші есеп, екі сызбадан төмендегі орналасу мүмкіндіктеріне сәйкес келетін тауып қызыл түспен қошапсыз дейді. Бізде балалардың аты белгіленген, біз соны кесте бойынша құрып жазатын боламыз. Екінші нұсқасында да екі сызбадан төменгі орналасу мүмкіндіктеріне сәйкес келетіндей тауып көк түспен қоршапсыз делінген. Нұсқасында біз кесте бойынша жазып толтыратын боламыз. Келесі балалар, бізде екінші есепте қызылмен және көкпен белгіленгендер деген. Нұсқасында бізде қызылмен белгіленгендер Марат, Нұрай, Серік, Торғын. Көкпен белгіленген Нұрай, Торғын, Серік. Және де мына жерде де бірінші қызылмен белгіленгендер айтайық. Торғын, Марат, Нұрай. Келесі көкпен белгіленген Серік, Нұрай, Марат, Торғын. Келесі көкпен белгіленген нұсқасындағы көкпен белгіленген Торғын, Серік, Нұрай, Марат. Келесі қызылмен белгіленген Серік, Марат, Нұрай. Бұл жерде де қызылмен белгіленгендер Нұрай, Серік, Торғын, Марат. Ал мына жерде көкпен белгілеу керегіміз біздің Серік, Марат және Торғын екен. Келесі балалар, бізде үшінші тапсырма өзіндік жұмыс. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша екі таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады. Бұл сандарда цифрлар қайталануы мүмкін. Тапсырманы әртүрлі тәсілмен орында делінген. Бізде
ә нұсқасына мүмкін нұсқаларды таңда делінген. Мүмкін нұсқаларды біз таңдап қасына жазып шығатын боламыз. Келесі бізде ә нұсқасында мүмкіндіктер тармағының сызбасын құру дейді. Бұл жерде бізде бірліктер мен ондықтар белгіленген, біз осы кестенің ішінде толтырып шығатын боламыз. Балалар, бізде үшінші есепте екі таңбалы сандар бізде а нұсқасын айтып шығайық. Бірінші 22, 77, 99 болады. 27, 72, 97 және 29, 79, 92 болатын. Келесі ә нұсқасында бірінші біз бірліктерді айтайық. 2, 7, 9. Енді біз орындарын ауыстырып айтсақ болады. Мысалы, енді ондықтарға айтсақ болады. 22, 27 және 29. Біз ондық сандар айттық. Келесі 72, 77 және 79. Келесі 92, 97 және 99. Яғни бұлар ондықтарға жатады екен. Бізде төртінші есептерді шығар дейді. А нұсқасында АВ кесіндінің ұзындығы 5 см-ге, ал СД кесінді 25 см-ге тең. Қай кесіндінің қайсысынан қанша есе ұзын екенін тап дейді. Және бізде ә нұсқасында АВ кесіндісінің ұзындығы 5 см-ге, ал СД кесіндісі 25 см-ге тең. СД кесіндісі мен АВ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын екенін тап делінген. Бұл нұсқасында бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар дейді. Екі сөреде барлығы неше кітап бар екен бізден сұрап тұр. Келесі балалар, біз төртінші есепті шығарып шықтық. А нұсқасында АВ бізде 5 см, СД 25 см, бізде ұзындығы белгісіз. Шешуі 25-ті біз 5-ке бөледі екенбіз, 5 есе ұзын. Демек, жауабы СД кесіндісі бізде АВ кесіндісінен 5 есе ұзын болады екен. Келесі ә нұсқасында АВ бізде 5 см, СД 25 см. Бізде сантиметр ұзындығы белгісіз. Шешуі біз 25-тен 5 аламыз, 20 см ұзын болады. Жауабы СД кесіндісі АВ кесіндісінен 20 см-ге ұзын болады екен. Келесі бізде бұл нұсқасында бір сөреде 5 кітап, басқа сөреде кітап бізде белгісіз, ол 4 есе артық делінген. Шешуі біз 5-ті көбейтеміз, есе артық болса көбейтеміз 4-ке. 20 кітап басқа сөреде кітап саны. Екінші нұсқада 5-ті біз шыққан саннан 20-ға қосамыз, ол 25-ке тең. Барлығы бізде демек 25 болады екен. Жауабы екі сөреде барлығы 25 кітап бар екен. Келесі балалар, бізде 5-ші есепте 8 дециметр квадратқа 49 дециметр квадратта қосылған. Келесі 9 см квадратқа 4-ті көбейтілген. Келесі 40 метр квадратқа 5-ті бөл деген. Келесі 500 см квадратқа азайтамыз, 235 см квадрат делінген. Біз осыны есептеп жазып көрсететін боламыз. Келесі балалар, бізде 5-ші есепте 8 дециметрге 49 дециметр квадратты қосақ, бізде 57 дециметр квадрат болады екен. Келесі 9 см квадратқа көбейтсек 4-ті 36 см квадрат болады екен. Келесі 40 метр квадратқа бөлсек 5-ке, ол бізде 8 метр квадрат болады екен. Келесі бізде 500 см квадраттан аламыз 235 см квадрат, ол бізде 265 см квадратқа тең болады екен. Есеп. Балалар бұйым жасау үшін қиып алған қағаздардың ауданын палетканың көмегімен есептеңдер дейді. Бізде бұл жерде ә нұсқасымен ә нұсқасында бізде мынау сурет белгіленген. Осы екі суретке қарап қағаздың қиындысымен есептеп шығатын боламыз. Келесі балалар, біз 6-ші есепте орындайтын болсақ, бірінші тапсырмада бізде А30, В20. Біз мына жерде ережеге сүйенеміз. А қосылған В бөлінген 2 дейді. Осы ереженің орнына біз мына сандарды қоямыз. Демек, А-ның орнына 30-ды, В-ның орнына 20-ны. 30-ды қосамыз 20-ға бөлеміз 2-ге. Бірінші бізде бөлу амалы орындады. Сонда 30, 20-ны 2-ге бөлгенде 10 шықты. Демек, 40-қа тең болады екен бізде. Екінші есепте де дәл солай. А60, В74. Жаңа ережеге сүйенеміз. 60-ты 74-ке қосамыз, бөлеміз 2-ге. Бірінші біз 74-ті 2-ге бөлеміз, 37 шығады. Демек, 60-ты 37-ге қоссақ, 97-ге тең болады екен. Балалар, бізде 7-ші есепті оқы. Балалар әлемі дүкеніне бір бөлімінде тоқылған заттар сатылады. Қара, жасыл, бөкебайлар, көк, ақ тақиялар және сары, қызыл, сары қолғаптар. Үш сатыдан тұратын неше жиынтық жасауға болады? Мүмкіндіктер тармағын сызып, алынған нәтижелерді салыстыр деген. Біз мүмкіндіктер тармағын құрап, салыстырып көрсететін боламыз.
Келесі балалар, біз 7-ші есепте мүмкіндіктер тармағының кестесіне салайық. Бізде қара, көк, сары, ақ және қызыл сары қолғаптар. Жасыл қолғаптарға жасыл, көк, сары, ақ, қызыл, сары. Келесі бізде сары қолғаптарға қызыл, көк, қара, көк, жасыл және ақ қолғаптар. Қызыл сары қолғаптарға қара, көк, жасыл және ақ қолғаптар жатады екен. Келесі сары, қара, көк, жасыл және ақ қолғаптар. Қызыл сары қолғаптарға қара, көк, жасыл және ақ қолғаптар. Демек жауабы біз 6-ны 2-ге көбейтеміз шыққан мәнде, 6 нұсқаны құрастырғанда 12 болады екен. 3 заттан тұратын 12 жиынтық жасауға болады екен. Бізде 8-ші есеп кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарды. Бізде бұл жерде кесте белгіленген, яғни қарандаштың бағасы 9 теңге, саны белгісіз, құны 45 теңге екен. Одан кейін бізде үштағыш бізде бағасы 6 теңге, саны 5 дана және бізде теңгесі белгісіз екен. Келесі бізде кітап берілген, кітаптың бағасы белгісіз екен, саны 8 дана және құны 40 теңге. Біз осыны есептеп көрсететін боламыз. Келесі бізде 8-ші есепте кестені толтыр дегенге, бір қарындаш бізде 9 теңге, 45 теңге бізде белгісіз. Шешуі 45-ті 9-ға бөлеміз, бізде 5 қарындаштың саны. Жауабы 45 теңгеге 5 қарындаш сатып алуға болады екен. Келесі бізде үштағышты табатын боламыз. Бір үштағыш 6 теңге, 5 үштағыш бізде белгісіз. Біз сонда 6-ны 5-ге көбейтсек 30 теңге. 5 үштағыштың құны 30 теңгеге тең екен. Келесі кітап 8 кітап 40 теңге. Бір кітап бізде теңгесі белгісіз. Шешуі 40-ты біз 8-ге бөлеміз 5 теңге. Бір кітаптың бағасы демек бізде 5 теңгеге тең болады екен. Балалар, бізде 9-шы тапсырма тиімді тәсілмен есептелінген. Бізде бұл жерде 5 қосылған 39 қосылған 95, 6 қосылған 98 қосылған 94. Келесі 205-ті қосамыз 199-ға, қосамыз 295-ге. Келесі 106-ны қосамыз 198-ге, қосамыз 594-ге. Келесі 105-ті қосамыз 599-ға, қосамыз 195-ге. Келесі 306-ны қосамыз 298-ге, қосамыз 294-ге. Осыны біз өрнек түрінде көрсетіп, есептерді шығару тәсілін жасайтын боламыз. Келесі балалар, бізде 9-шы есеп 5-ті 39-ға қосамыз және 95-ге қосамыз. Бізде өрнек түрінде жақша ішіне 5-ті 95-ге қосамыз, жақшаны жабамыз, бізде 30 қосамыз 39-ға. Демек 100-ді 39-ға қоссақ 139-ға тең болады. Келесі 6-ны қосамыз 98-ге, қосамыз 94-ге. Біз жақшаның ішіне саламыз, 6 мен 94-ті қосамыз, жақшаны жапқанда 98-ге. Демек 6 мен 94 қосқанда 100-ді 98-ге қоссақ 198-ге тең болады. Келесі бізде 205-ті қосамыз 199-ға, қосамыз 295-ге. Жақшаның ішінде 205-ті қосамыз 295-ге, одан қосамыз 199-ға. 205 пен 295-ті қосқанда 500, 500-ге 199-ды қоссақ 699-ға тең болады екен. Келесі 106-ны қосамыз 198-ге, қосамыз 594-ге. Жақшаның ішінде 106 мен 594-ті қосамыз, одан 198-ді. 106 мен 594 қосқанда 700-ді, 700-ге 198-ді қосақ 898 шығады екен. Келесі бізде 105-ке 599-ды қосамыз 195-ді. Жақшаның ішіне 105 пен 599-ды аламыз, оған қосамыз 599-ды. Бізде шыққан мән 300, 300-ге 599-ды қосақ 899 шығады екен. Келесі 306 қосамыз 298-ге, қосамыз 294-ге. Жақшаның ішіне 306 мен 298-ді алдық, жақшаның сыртына 294, негізі мына жерде қателес жазып кеттім, негізі 294. Сонда бізде 306 мен 294-ді қоссақ 600, оған қосамыз 298-ді, сонда бізде барлығы 898-ге тең болады екен. Балалар, бізде 10-шы тапсырмада сыныпта 29 оқушы бар. Кейбіреулері қауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы қауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3-еуі тек сурет үйірмесіне, ал 5-еуі тек қауызға барады. Қанша оқушы қауызға да сурет үйірмесіне бармайды? Бізде негізі барлығы 29 оқушы екен. 5 оқушы қауызға баратындар, 3 оқушымыз бізде сурет үйірмесіне баратындар. Ал 16 оқушымыз қауызға да сурет үйірмесіне де баратындар.
Енді біз осыны шешу жолын көрсететін боламыз. Келесі балалар, бізде 10-шы есепте берілгені сурет үйірмесіне 3 оқушы, қауызға 5 оқушы, қауызға да сурет үйірмесіне де баратын 160 оқушы, сурет үйірмесіне де қауызға да бармайтын оқушылар бізде белгісіз болып тұр, саны. Шешуі біз бірінші нұсқада 5 пен 16-ны қосамыз, оған 3-ті. Осында бізде 24 оқушы болады. Келесі екінші нұсқада 29-ды аламыз, 24-те 5 оқушы. Яғни жауабы бізде 5 оқушы қауызға да сурет үйірмесіне де бармайды екен.